Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз блинчик істеп үйренеміз. Бұл рецептпен бірінші рет істегеннен ақ керемет шығады. Бізге керегі 3 жұмыртқа, 2 үлкен қасық қант, жарты қасық тұз, жарты қасық сода, ас содасы. Осының бәрін әдемілеп араластырып аламыз. Жарты литр сүт керек болады. Сүтті міндетті түрде жылытып аламыз. Сүтті 3 бөлікке бөліп құямыз. Бірінші бөлігін құйып, жұмыртқамызбен әдемілеп араластырып аламыз. 200-220 грамм ұнымызды жартысын салып, жартысын қоя тұрамыз. Ұнды бірінші салған себебіміз без комочка деп айтады ғой. Ішінде ешқандай ұнымыз араласпай қалмайды. Бәрі керемет араласатын болады. Бәрін араластырып болғаннан кейін 1,5 ас қасық сұйық май қосамыз. Тестамыз дайын болды. Енді табамызды қыздырып, табамызға май жағып, бәрін пісіріп ала береміз. Блинчиктеріміздің бірінші шеті сәл ұзақтау піседі, екінші шеті тез піседі. Сол себепті вилкамен шет жақтарын қайырып, осылай қолымызбен көмектесіп тұрамыз. Піскен блинчиктеріміздің арасына сары май жағып тұрамыз. Сары май жаққандықтан ол жұмсақ, әдемі болып піседі. Блинчиктеріміз дайын болды. Енді арасына сүзбе, творог немесе варенье араластырып, орап дастархандарыңызға қоясыздар. Ас болсын. Бетін қалауларыңызша сәндейсіздер. Мен шоколадты суда ертіп, бетіне шоколадты әдемілеп жағып шықтым.